Сәлем достар, Изи қазақша жобасының 8-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта ауа райына қатысты сөз тіркестерін үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Ауа райын айтқанда жиі қолданылатын сөз тіркестері: бүгін ауа райы бұлтты, күн суып кетті, жаңбыр жауып тұр. Ендігі кезекті ауа райына қатысты грамматикалық лайфхактар топтамасына береміз. Бірінші лайфхак: бүгін ауа райы немесе бүгін күн тіркесінен кейін сын есімдерді қолдану арқылы күніңізді сипаттайсыз. Мысалы, бүгін ауа райы бұлтты, бүгін ауа райы ыстық, бүгін күн суық. Екінші лайфхак: сын есімнің бірінші бөлігіне ып, іп сөз тудырушы жұрнақтарын жалғау арқылы жаңа етістік жасай аласыз. Мысалы, күн суып кетті, күн ысып кетті. Үшінші лайфхак: дәл қазіргі уақытта болып жатқан ауа райы құбылыстарын айту кезінде етістікке ып, іп көсемшесін және тұр сөзін қосасыз. Мысалы, жаңбыр жауып тұр, қар жауып тұр, күн шығып тұр. Біз бүгін ауа райы құбылыстарын атаудың жасалу жолдарын үйрендік. Біздің сабақты достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.